Армысыздар, әңгіме жинағы каналының көрермендері. 18 жасымда келін болдым. Әрине, сүйген жігітіме тұрмысқа шықтым. Барған жерім өте қарапайым отбасы. Ата-енем сондай жуас жандар. Менің күйеуім үйдің үлкені. 2 қарындасы және кенже інісі бар. Үйдің үлкені болғандықтан барлық жауапкершілікті өз мойнына алды. Күні-түні жұмыс жасап, әкесі екеуі біздерді асырады. 2 қарындасын оқытып, одан кейін екеуін де құтты ұясына қондырды. Кенже қайным әбден ерке, бетінен қақпай өсіргендіктен дейін десем, ата-енем барлық баласына бірдей тәрбие бергенін көзбен көріп келемін. Адамда сана болмаса да қиын екен. Ерке қайнымның мінезді қызба, ішімдікке әуес. Талай ішіп алып, көлік апатына түсті. Сонда да сана жоқ. Енем байғұс кенжесін неше мәрте үйлендірді. Біреудің мәпелеген қызын ішіп келіп, аяусыз соққыға жығады. Жабылып жүріп, әзер айырып аламыз. Ол ештеңе емес. Жеңгесі болған мені де ұрмақшы болды. Енем шырылдап жүріп, онан көршілер келіп сабасына түсірген. Ағасынан талай таяқ жеді. Өз ағасына аузына келгенін айтқан. Еркек болғасын ашуланып ұрған. Соны менен көрген қайныма не айта аламын? Сен үйде жүрген сұр жылансың. Мені ағама сен ұрғызып жүрген, деп тиісуін әдетке айналдырған қайнымның тілі ащы еді. Мастықпен айтқан шығар дейін десем, басында елемеге тырысып жүрдім. Бұндай ауыр айыптауларды жиі айтатын қайнымның сөзін енемде естіп, «Ей бала, не деп бөсіп отырсың? Ағаң ұрса, өз тіліңнен таптың. Үйдің берекетін алмай тыныш отыр», деп сан мәрте ұрысқан. Бұл уақытта 4 баланың анасы атанып өмір сүріп жаттық. Атам пенсияға шықса да, үйде бос отырғысы келмей, таныстары арқылы бір қоймада күзетші болып жұмыс жасап жүрді. Бірде үйде тағы айғай-шу болды. Қайнымның ісі ішіп келіп, аузына келгенін айтып жатыр. Шыдамаған күйеуім оңдырмай ұрған еді. Ертеңіне есін жиған қайным, бұл үйден кетемін. Сендердей туғандарымнан безініп кетіп барамын. Мені адам құрлы көрмесіңдер, деп киімдерін жинап кете барды. Анасы артынан босап, жалынып жүр. Атам болса, кетсін. Адам болмайтын бала маған да керек емес, деп атам ашулана далаға шығып кетті. Енем байғұс шырпыр, жылап жүр. Ана дүниеге барғанда оған не бетімді айтамын? Аманатқа қиянат жасауға болмайды, деп күбірлеп жүр. Енемнің айтқаны түсініксіз. Кейіннен біліп жатырмын. Кенже қайным асыранды бала екен. Я, қайным асыранды екен. Атамның жалғыз қарындасы ертеректе жесір атанып, өзі дертке шалдығып, жалғыз ұлын атам мен енеме аманат еткен екен. Енем бұл баланы 1 жасында қолына алып, өз баласынан кем көрмей өсірген. Шыны керек, атам да бөлектеген емес. Тек өсіп сана кірмей, бәріне қарсы келгесін шыдамай арасында бетін қайырып қоятыны бар. Әбден еркелікпен өскен қайным ашумен үйден кетіп тынды. Бірақ 1 айға жетпей қайтып келді. Өзі келгенімен қоймай, қаланың ашық-шашық киінген шүйке басын ертіп келді. Енем байғұс қуанып, келін келді, деп ол қыздың маңдайынан сүйіп, жылы қабақпен қарсы алды. Мен де әрине абысын болатынына қуандым. Келінім келмей жатып, мінез көрсете бастады. Үйдің берекетін алмайын деп үндемей жүрдім. Атам сырттай біліп жүргендей, бірде шай үстінде. Біреулерге мына үй тар болып жүргенде ме қалай? Бөлек шығамын дегендерің болса, есік әне. Еншілеріңді береміз. Сен үлкенсің,
сен шық, сен кішісің, сен қал деп айтпаймын. Қайсысың бөлек шығасыңдар, өздерің ақылдасып айтарсыңдар, деді. Бәріміз үнсіз қалдық. Өз басым, жолымыз үлкен, бөлек шығу біздің жолымыз. Бірақ ата-енемді мына үйден алып кеткім келеді. Келінімнің де, қайнымның да мінезін білемін ғой. Үлкендерге құрметі жоқ, өздерін ғана ойлайтын жандар. Күйеуімен ақылдасып, ол үйден біз кететін болдық. Бірақ ата-енемізді алып кеткіміз келді. Десе де, атам мен енем бізбен барғысы келмеді. Қара шаңырақтарын қимайды. Әрі туыстарының сөзінен де ұялды ма, әйтеуір бізбен тұруға келіспеді. Балаларым ата-әжесін қимай екеуі қалды. Аяқ астынан бөлек шыққан біздер арзан бағада біреудің 5 жыл бойы адам тұрмаған үйін сатып алдық. Атам байғұс ол үйді бұзып, жаңадан салуға кеңес берген. Бірақ күйеуім қаражат жағын ойлап, ол үйді бұзбай евро ремонт жасап, 2 айдың ішінде кіріп алдық. Бәрібір де евро ремонт жасаған ақшаға бір үй салатын едік. Сонымен мәре-сәре болып үйімізге кірдік. Есік алдынан әрі ретке шағын қоймасы бар. Сол су қоймаға бола күйеуім осы үйді алуға асығып еді. Бақша еккенді қатты жақсы көреді. Әттеген-ай, сол су қоймасы баламның өмірін жалмады. Біз бөлек шыққалы, қайным анасының миын жеп, үйді өз атына аударып алуға асыққан. Атам байғұс іші сезгендей, кіші ұлының сөзіне келіспей біраз жүріпті. Енем қалай көндіргенін білмей, әйтеуір атам келісімін беріп, қара шаңырақты кіші ұлдың атына аударады. Жаңа үйге көшіп келгелі үйге құтты болсын айтушылар келіп, қонақ күтумен болдым. 3-ші ұлым мен кенже қызым есік алдында балалармен ойнап жүрген. Әдеттегідей есік алдында ойнап жүрген балалар, үлкендер дастарханға отырғанда үйден әрірек орналасқан шағын су қоймасына барған. Сол жерде қызымның аяғы тайып, әлде шұбырған балалар абайсызда соқтығып кетті ме екен? 4 жасар қызым суға құлапты. Ол қойманың 2 жағы бетонмен қоршалған. Қаншалықты терең екенін білмеймін. Байғұс балапанымның басы бетонға тиіп, ақысы қатты сумен кете барған. Қорыққан балалар үйге қарай айғайлап келді. Айым суға түсіп кетті деп айғайлап келгенде, қонақтардың бәрі өре тұрып, су қоймасына қарай жүгірдік. Ал менің аяқ-қолым дірілдеп, жылап әзер жеттім. Қызым жоқ. Ер адамдар су қоймасына жағалап жүгіріп барады. Қызымның табылмағанына одан сайын жылап, мен де жүгіріп жүрмін. Аллам-ай, балапанымды аман қыла көрші, менен айыра көрме, деп егіле жылап жүрмін. Жан-жақтан хабарласып, еріктілер, полициялар, құтқарушы топтар келіп, іздегенімен қызымды таппады. Бір күнім 10 жылға татығандай күй кештім. Таңғы жоқ қызымның сіңген денесін су түбінен әзер тапты. Баладан айырылу қандай қиын еді. Қызымның денесін көріп, жабыса құшақтай кеттім. Кешірші, кешірші қызым, неге сені қарамадым екен? Жылай бердім. Үлкендер басу айтса да, балапанымның өлі денесін құшақтап жібергім жоқ. Көз алдында жүрген, тілі тәп-тәтті қызымның аяқ асты айырылғаныма әлі де сене алар емеспін. Атам байғұс еркек басымен солқылдап жылап жүр. Сүйікті немересі еді. Сол қыз үшін үйге жиі келуші еді. Осы бір ауыр соққы оқиға бәріміздің еңсемізді түсіріп, мен күйзеліске түстім. Түнімен жылап шығамын. Көзімді жұмсам, қызымның суда тұншығып жатқанын көріп, құтқара алмай қиналып жатып, оянып кетемін. Енем мен атам үйге жиі келіп, мені жұбату әлек. Күйеуім де іштен тынып, қайғырып жүргені анық. Тек сыртқа білдіртпей өзін ұстап жүр. Жұмыстан келесілі қызын құшақтап, иіскеп,
еркелететін еді. Енді міне қызын сағынып іштей мұңын ешкімге айта алмай, жылай да алмай жүр. Үйді өз атына аударған қайным жығылғанға жұдырық болып, асырап баққан әке-шешесін бір-ақ күнде қуып шықты. Қара шаңырақты сатып, астанаға қатыны екеуі тайып тұрды. Немересін ойлап қайғырып жүрген атама бұл ауыр тиді. 2-3 ай біздің үйде тұрған атам байғұс жүректен кете барды. Тағы да қара жамылдық. Енем уайымнан болар төсек тартып жатып қалды. Байғұс күйеуім де іштей тынып азып барады. Екеуміз шай ішіп отырғанда бұл үйді сатылымға қоямын. Осы үйге келгелі қайғыдан көз ашпадық. Мен бүгіннен бастап басқа ауданнан үй іздеймін деді. Мен күйеуімнің айтқанына әрине келісе кеттім. Үй жақтағы су қоймасын көрген сайын қызымды ұмыта алмай жылаймын. Одан атам марқұмды есіме алып, әйтеуір бұл үйге келгелі жақсы жаңалық болмады. Бұрын атам күйеуіме ескі «Жигули» алып берген. Екеуі сол «Жигулимен» жұмысқа қатынайтын еді. Сол ескі «Жигулиіне» мініп, аудан орталығына үй іздеуге шықты. Үйді сатылымға қойсақ та сұраушылар келмеді. Күйеуім де үй іздеуді тоқтатпады. 2 бөлмелі сарай болса да ана үйден құтылғысы келген. Әттең, тағдыр бізге тағы бір сынақ дайындап қойыпты. Кеш бата үйге қайтқан күйеуім абайсызда алдына шыққан көлікті байқамай қалып апат болды. Ол адам сол жерде жан тапсырған екен. Менің күйеуім біраз жылға сотталып кете барды. Отбасымыздың тірегі, асыраушысы болған күйеуімді енді міне темір тордың арғы жағынан көрген сайын жүрегім қан жылайды. Неге жаны таза, ешкімге қиянаты жоқ жанға осынша қиын сынақ берді екен? Маскүнем тиран еркектер өмірде жетіп жатыр. Соларға неге сондай қиын сынақты бермейді екен? Осындай сұрақтармен өмірім өтіп жатыр. Өзім әлі де күйзеліс үстіндемін. Қайғыға келген үйіміз әлі де өтпеді. Бұл не тағдыр ма, сынақ па?